Allah. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бізде ерекше күн және де ерекше шығарылым, ерекше түсірілім. Себебі бүгін жұма күні және де бүгін Алла қаласа қасиетті Рамазан айының басталатын күні және де осы күнді ерекше қылып қарсылайын деп жатырмыз. Қайда десеңіздер, біз Пхукет қаласында және де қазір біз баратын жерді көрсеңіздер, в шоке боласыздар. Бұл әлемге ата әйгілі сондай футбольный поле, судың үстіндегі поле. Осы жерде мен қарап, осы Пхукет Таиландқа келетін кезде осы жер үшін келдім деп айтсам қателеспеймін. Сол себепті бүгін бір кішігірім арманның орындалатын күні. Дәл қазір осындай керемет көңіл күймен біз сол жаққа жол жүрейін деп жатырмыз. Ол жаққа негізінде біз енді көп информация білмейміз, бірақ та дәл қазір енді Аллаға тәуекел деп шығып бара жатырмыз. Сол себепті сіздерге, ең бастысы өзім ғана емес, сіздерге де мощный осы футбольный вайпты, футбольный поляны көрсеткім келеді. Олай болса, let's go! Ал біз таксида келе жатырмыз міне. Үшін примерно бір сағатта жол көрсетеді. Ол сол осы жаңағы өзенге барғаннан кейін сол өзеннен ары қарай жаңа қайыққа отырып примерно жарты сағат жүреді екенбіз. Қазір сағат как раз қанша болды? 11:30. Сағат 11:30 болыпты, қараңыздар міне. Біз барамыз дегенше примерно жарты сағат болады, Алла қаласа. Одан кейін тағы жарты сағат ол жаққа жүзіп барамыз. И Алла қаласа ровно бұйырса сол поляның жанында мешіт бар. Сол как раз мешітке жұма намаз оқимыз иншалла. Сөйтіп жоспарлап жатырмыз енді. Сол ойлағанымыздай болса екен деп Алладан дұға тілеп шықтық. И бір күшті вайб, жанымда жан-жарым бар, әйеліммен екенбіз. Өстіп жол жүргенге бір ерекше кайф алып жатырмын. Алла қаласа бүгін Инстаграмда новый парақша ашып, сол парақшаға подписчиктарды жүктесем ба деп жатырмын. Себебі өзімнің аккаунтымды пока восстановить еткенше новый парақша ашып, сол новый парақшаны плотно жүргізу керек болып тұр. И күтсең күте береді екенсің. Сол себепті новый аккаунт ашып тезірек қаншама күшті контенттардың бәрі жиналып қалды, бірінің артынан бірі. Ең күшті контенттар қойшы. Сол себепті ары қарай кеттік. Бізде жарты сағат жол, жақсылап кішігірім бір тынығып алайық деп шештік. Сол себепті сол. Алейкум ассалам. Go to the Muslim island. Koh-Phanny, yes. You live here or you booking from the hotel? No booking. Around the island, yeah. We go Juma namaz and Pandi? yes, Juma namaz and go back. You back? No, just one island. No, Tabu, no Cape. No. We Okay, you go Pandi. we go back. need this. Yes. Wait, I have time. Yeah, we go now. Stop Pandi Island. You lamas? How much money? 2 person ka big one, small one ka 2,000 baht. Yeah. 2,000 baht. Yes, sir. I have a big boat ka 2,800 baht. You look boat for me, yeah. I take care, no problem. I'm Muslim, yeah. 2,000 more. You know, you're this. 2000 деген қанша жүрек? 30 ба? Бірінші барып алайық та, сосын келуін шешіп аламыз, е? Қалай ойлайсыз? Барып алғанда қалай келеміз сосын? Ал, сол жерде бар ғой такси тұрады ғой адамдар. Bro, this okay? Yeah, thank you. 2000 теңге, 2000 бат, 30 мың теңге ғой. Окей, bye. Yeah, look boat, yeah. Былай қарай ма? Yeah. 2000 бат, 30 мың теңге дейді да. Апарып қайтып береміз дейді. No, yeah. big one. You look. Okay, 2 person, okay. Yeah, you look. Okay. Come on. No, 2 person. Okay. Нейді мыңдар ма? Wait, 600 baht, yes. And we wait
we come back to the float and we go pay. Yeah, you pay 800, up, you okay? pay up. Okay, Okay. Okay, iki bölümüz. Yeah, yeah, yeah. Өтіп жатырмыз, қайыққа отырайын деп жатырмыз. Дәл қазір қайық келеді, примерно 10-15 минут жолда жүреміз. Одан кейін барып сол жаққа қарай барамыз. Окей? Жүрек қанша шықты? 1500 бат деген ол примерно 15 мың теңге, иә? 1500 бат дұрыс қой, 15 мың. 23 мың ба? 1500 бат 15 қой, бір Таиландтың баты 15-те 4 қой. Дұрыс. В общем, 23 мың теңгеге айналды мына барып қайтуымыз. Таксиіміз 2000 бат сұрады, в общем 35 мың теңге сұрады. Плюс баруымыз қайтуымыз 60 мың, в общем 100 мың теңгеге осы поездкаға 100 мың теңге барып жатырмыз. Иншаллахқа жұмаға үлгерсек па деп ойлап жатырмыз енді. Қалай ощущение жүрегім? Тема ма? Кайф, вообще. Бисмилля деп қараңыздар, айнала деген вообще кайф қонақ жақ. И аралды біз көріп тұрмыз, қараңыздар. Тұр. Азырақ тема, ощущение. Үйлер көрініп тұр, сол жерде отель бар, мешіт бар, как раз қазір намаз оқимыз иншалла. Тема. Ал бисмилля. Бұл Копани деген мұсылмандардың аралы, сол себепті өте күшті ощущение болып тұр. Басқа елдер осы Таиландқа келген кезде өте транстарды көруге келеді. Бірақ біз мұсылман болғаннан кейін біз ол нәрсені жат деп есептейміз мұсылмандарға. Сол себепті міне альхамдулилля мұсылмандардың аралына келдік. Таиланд осымен қызық. Қазір ана жаққа түскеннен кейін бұл островтың историясын сіздерге айтып беретін болар. Сол кезде вообще бір қолымызбен видеоға түсірдік. Бисмилля деп мұсылмандардың аралына келіп қалдық, ағайындар. Хоп, бисмилля, кел жаным. Жаным. Okay, we wait you. This or where? This? Yes. Okay, I will back, okay? 2 hour. Okay. Бисмилля, 2 сағаттан кейін келеміз. Футбольное поле, кажется, там. Бисмилля деп. Су ішесіз ба, жүрек қарын? Шөлдіңіз ба? Футбол. Ана жақта кәдімгідей базар бар екен ішінде. Кішігірім базар. Шынымен де туристар өте көп екен. Соңғы мен кеше сол алып келгім келген ғой. Дәретхана қиыр бар, жүрек. Азан шақырып жатыр. Moscow. No. Hey. Bismillahirrahmanirrahim.
О, машалла. Ассаламу алейкум рахматуллах. Біз қазір 2 рағат сәлем намазын оқимыз. Одан кейін барып жұма намазын оқимыз иншалла. Сіздің бауырларымыз, мұсылман бауырларымыз. Алхамдулилlah. Okay, shukran jazilan. Maşallah. Yes, baby, sir. You have baby? No. Yes, baby, one baby. One baby, boy. Vay. Mashallah. We are Haji. He's Haza Imam. Oh, mashallah. He's the Imam. He's Amir in Da'watul Islam. There's Kulu. Everybody Da'wah in Thailand. We are Haji in 2024. Yes. So, how old are you now? How old are you? How old are you? Yes. 29. 13. Also, so young man. Yes. Me, 61. 61. I see we have 3 daughters. Like 14. Impossible. No. Impossible. Okay. See you again. Okay. Masalama. Direkt. Ал мешіттің ішіне осы кішігірім рум тур. Міне қараңыздар. Мына основной жамағат отыратын жақ. Мына жақ әйелдер кіретін жақ екен. Енді бағана жұма намазы болып жатқаннан кейін бірден кіріп үлгере алмадық. Екінші этажда қандай керемет. Машалла, қараңыздар. Вообще мына жақта балкончигі бар екен, қараңыздар. Мына жақта міне арал. Тау деген да. Ана жақ, примерно, как я понимаю, это у нас екінші жағы. Мына жақтың да виды вообще күшті екен. Қараңыздар. Уа, мін. Походу футбольный поле, но жанымызда ғой деймін. Что-то я чувствую десең да, қараңыздар. Мә, азыр. Тема. Ал, бисмилля, қазір футбольный полесіне барамыз. Мешіттен жұма намаздан шықтық. Енді біз қазір футбольный поляға барамыз. Поляға барғаннан кейін, конечно, бізге доп керек. How much this? Give you 300 baht. 300? Yes. 300. Yes. And this 3. 5. Қанша да плежді? Біз go 1000 baht. Okay? 5. 5. 1,300 baht. Go 1000 for ball, okay? 250 normal. Give you baby this mom no papa. Yeah, okay. No, okay, but 250 нормально ғой енді. Көбейтеміз міне, көбейтеміз. By 4. Yes. Okay. Төтеу. Төтті болып атырмыз. Жүрек ұстатыршы. Ана жақта шедегі балаларға таратып кеткен ғой. Direkt қанша тұрады екен? Ал 250 бат. 3. 4. Okay. Ал, бисмилля. Футбольный поляға барайық та, сол жақта. Жалпы осы Коопани островы туралы, аралы туралы қысқаша информация айта кетейін. Жалпы бұл арал 200 жыл бұрын примерно 200 жыл бұрын, оказывается, 3 семья, 3 отбасы осы аралдарды аралап жүріп, қай жерде балық көп болады, сол жерде жаңағыдай аралдың үстіне шығып жалау қақ қоямыз деп сөйтіп белгі береміз деген екен. Сол жерде, осы жердегі жаңағыдай басыңызға байланысты. Сол кезде осы жерде бір кісі, бір отбасы осы жерге келіп, осы жердің балықтары көп болғаннан кейін осы жерге келіп флаг, яғни жалау тіккен екен. Мына үстідегі островқа, осы жаққа жалау тіккен екен, флаг. Сол себепті бұл жерде остров
остров Флаги дей ма? В общем, жалау аралы деп аталып кеткен екен. Осындай тарихы бар екен. Сол осы 3 отбасы мұсылман болса керек. Сол себепті осы жаққа келіп, олар айтпақшы, бұл жерде өте қатты болото болған негізінде. Сол себепті болото болғаннан кейін бұл жерге жаңағындай ақырындап осындай нелерді төсеп, жаңағындай материалдарды төсеп, ақырындап үй жасай бастаған. Содан осы жақтарға цыгандар келіп, жаңағындай түрлі туристтар келіп, осы жаққа нені көбейткен екен, үйлер санын көбейткен. Одан кейін осы арал біртіндеп мұсылман аралы атанып, ақырындап жаңағындай кең етекке алып кеткен. Осындай керемет тарихы бар. Дәл қазірде бұл жер бүкіл әлем білетін жаңағындай легендарный полясы бар күшті остров болып есептелінеді. Дәл қазір біз сол жерге барып, футбольный доптармен контент түсіреміз, және осы доптарды сол жердегі балаларға сыйлайтын боламыз. Кеттік. Йо, қараңыздар. Топ бар ғой жүрек. Ал біз легендарный футбольный полеға келдік. Судың үстінде орналасқан. Міне қараңыздар. Ал достар, қараңыздар, керемет аралға келдік. Осы аралды біз 1-2 жыл бұрын мен көріп, осы аралға келсем екен деп армандаған болатын. Сол себепті әлхамдулилля, дәл бүгін оразаның еще алғашқы күні, Құдай қаласа осы жерге келіп отырмыз. Жұма күні кіріп, намаз оқып, жұма намазымызды оқып, енді біз осы футболға келеміз. Жалпы бізге бір мақсат әлемнің ең күшті мешіттерімен, ең күшті футбольды поляларын араласақ деген ниетіміз бар. Сол арманымызды, сол мақсатымызды осы бүгінгі күннен бастаймыз, иншалла. Кет, давайте. Машалла. Красот. Еще үлкен екен, видеодан көрінбейді дәл кендігі. Машалла. Ал армандар орындалады, мақсаттар айқын болса дейді. Мен қуанып тұрмын ғой. Доптарды не үшін алып отырсыздар? Доптарды контент түсіреміз қазір. Дәл қазір. Балаларға берсеңізші. Жоқ, мощный контент түсіреміз. Доптар ар жаққа қарай кетіп қалады ғой, сол кезде новый доппен контент түсіреміз. Потому что ол жақта қараңыздар. Мына жерден доп аз кетсе, мына жаққа жүзіп барып келу керек болады. Сол үшін бізге 4-5 түрлі доп бар. Yes. Can I borrow for 1 minute? One? Yeah, just to borrow. Okay. And kет, мынамен паразам футбол ойнаймыз ба? Okay. Can you one video? Yeah? Yes. You give me a pass. Pass? Yeah? Pass? Okay. Direct. Hey, bro. Hey. Go with it. Keep it. You keep it, okay? Direkt мына жақтан кет түсіріңізші. Vingle. Okay. Oh my god. Бұл жақта гол саламайтын болсаң, газель айдамайды екенсің. Қайық айдайды екенсің. Oh my god. Бұл жақта гол саламайтын болсаң, газель айдамайды екенсің. Қайық айдайды екенсің. Қалай? Come on. What's your name, bro? Tom. Me, Ali. Hey, how do you do? Ali, okay. He's from whole, короче, Great Британиядан. I'm from Kazakhstan. Do you know? Kazakhstan, yes. Yes. Go penalty challenge. Oh, I have to run now. No, penalty. Boat leaving. Three. Boat leaving.
three touch. Right, three touch? No, three series, okay? Okay. Oh, yeah, come on. Оларыңызда Британия против Казахстан. Okay. Get, давай, Great Britain, we see Kazakhstan. Penalty challenge. Three power. Đấm rồi vô. Yeah, no, yeah. Get, 1-0. Давай, come on. Okay. Woo! 1-1. Тащи, братюня. Nice shot. Good. Shot, 1-1, last one, okay. If you draw, we go bullet. Alright. Wow! Okay. I want to just show what is the show. Okay, bro. Thank you. Showman in Kazakhstan #1 this one, короче. Okay, come. Bullet. Come on, go. Bayet de. Ал бисмилла деп контент үшін не істемейсің деп қоясың. Ақыры келіп тұрғаннан кейін түсіру керек қой мынандай контент. Hello. Okay, wait. Hello, and this me. Hello. Me go to Mustafa 1 minute. Ойбай, шешем ау. Сұмды қыстық қой. Please. Take this video. Wait. This nerede тұр? Кетіп па? Окей. Давай. Йо, жүрек шалбармен секіріп кеткеніңіз не? Yok. Қай шықты видео? Оказывается, Таиландта таста газелайда деп айтпайды екен. Таста қайғайда деп айтады екен. Кет қайғайда. آمين وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Машалла, кәмі? Кән? قل أعوذ برب الناس Молодец. مالك الناس Құран оқып отыр. من شر ما Окей, good. Ал негізі асығып шығып кетіп бара жатырмыз. Негізі бұл жаққа асықпай келетін жер екен да. Асықпай келіп, контент түсіріп, демалып, мына жердің тамағын ішіп. Біз кешке қарай қазір уже сағат 3 болды. Бізде 8-де уже вылет аэропортқа. Біз ол жаққа барам дегенше 2 сағат өтеді қазір. Уже қайту керек болып тұр. Кешке еще ауыз бекіту керек. Сол себепті бұл жаққа асықпай келу керек екен негізінде. Мына жақта еще ана стрит футбол бар екен. Асықпай келу керек екен. Ал бисмилля деп контентімізді түсірдік футбольный поляда. Міне Аралына да бардық, мешітке де жұма намазына қатыстық. Өте күшті ощущение болып тұр. Сіздерге қалай ұнады деген ойдамын. Егерде осы жаққа келгілеріңіз келетін болса, менде күшті ұсыныс болып тұр. Алдағы уақытта бір тур компаниямен келісіп, осы жаққа 9 адам, менімен қосқанда 9 адамды ертіп алып келсем ба, 2 командаға бөлініп, мына жерде футбол ойнап, осы жақта дем алып, сөйтіп қайтсақ қалай қарайсыздар деген ой келіп тұр. В общем, келіп өзіміздің мұсылман мемлекеттеріндегі мешіттерге, осындай футбольный алаңдарға барып жүрсек, бір ерекшелігі болады деп айта аламыз. Сол себепті желанияларыңыз болса, давайте астына комментарийға жазып кетіңіздер, кім барғысы келеді, осы ойы қалай жалпы. Сіздермен бірге болған мұсылман қазақ Әлішер Келгенбай, алдағы уақытта сіздерді күшті контенттармен қуантамыз деген ойдамыз. Иншаллах сіз болып, біз болып, әлемнің кереметтерін көргенге не жетсін. Аман болайық, бар болайық.
Давайте только вперед.